Оқушылар, келесі сабағымыз қазақ тілі сабағы. Оқулығымызды алайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы У әрпінің жазылуы деп аталады. Бөлім өзім туралы. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, Т әрпін көркем етіп жазайық. Жазып болса, кім жылдам ойын ойнап көрейікші балалар? Біздер өткен сабақтарда У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуын мен таныстық. Енді мына сұраққа жауап беріп көрейік. У дауысты болатын сөздерге мысал келтір. У дауыссыз болатын сөздерге мысал келтір. Және өзіңнің ойыңды мысалмен дәлелде. Жарайсыздар балалар. Ендеше оқулығымызды ашамыз. Оқулығымыздың 14-ші бетін ашамыз. У әрпінің жазылуы деген тақырып тұр. Сондағы 23-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Мәтінді бірге оқимыз, тыңдаймыз. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыс, маймыл, қу түлкі сияқты жануарларды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін дайындау керек. Мұндай мерекелік киімдер рөлдік ойынды қызықты етіп көрсетеді. Жануарлардың осындай мерекелік киімдері олардың өзіндік ерекшеліктерін танытатын болады. Балалар, мәтін не туралы? Дұрыс айтасыздар, мәтін жануарлар туралы екен. Олардың бейнесін бейнелеу үшін адамдар сол бейнеге тән киім үлгілерін дайындау керек екен. Мерекелік киімдер ол рөлдік ойындарды шынайы бейнелеуді үйретіп көрсетеді екен, е? Енді сен өз қолыңмен осындай костюмдер әзірлеп көрдің бе? Жақсы балалар, жануар, ұқсату сөздеріндегі У дыбысының айтылуы мен жазылуын салыстырып көрейікші балалар. Жануар. Қараңыздаршы балалар, жануар дегенде. Ныдан кейін қандай әріп естіледі? Естілетін сияқты, я, бірақ жануар, У жазылады екен. У бұл жерде дауысты ма, дауыссыз ба? Дұрыс айтасыздар. Ойланыңыздар. Ұқсату сөзін қараңыздаршы балалар. У дауысты ма, дауыссыз ба? Өз ойларыңызды айта қойыңыздар. Енді 24-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттегі жануарларды ата, оларды қандай белгілеріне қарап таныдың? Өздеріңіз атай қойыңыздар. Және оларды қандай белгісіне қарап таныдыңыздар? Бұлар қандай аңдар? Сипаттама беріп көріңіздер. Енді балалар, өз бетіңмен қолың бос кезінде тауықтың мерекелік киімін қағаздан жасап көруге болады, немесе суретін салуға болады. Тауық сөзін буынға бөлейікші. Тауық. Тауыс сөзін буынға бөлейікші. Тауыс. У дыбыстары қай буында тұр? Екінші буында тұр екен, жарайсыздар. У дыбыстары дауысты ма, дауыссыз ба? Тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып бірнеше сөз жасап көр. Енді балалар, 25-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнынан тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Дәптерге орындаймыз 25-ші жаттығуды. Тиісті әріптерді қоямыз. Өзімізді өзіміз тексеріп көрейік. Оқушылар қойылымға қажет жануарлар костюмдерін таңдады. Қойылымда қу түлкі ауыл маңын торыды. Тауыстың киімі әдемі ақ. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық. Есіңе сақта. Дыбыстарына аяқталған сөздерге У дыбысы қосылса, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, тасы деген сөзге У дыбысын қоссақ,
онда дыбысы түсіп қалады. Тасу. Оқы деген сөзге дыбысын жалғасақ, дыбысын жалғасақ, дыбысы түсіп қалады. Торы деген сөзге дыбысын жалғасақ, дыбысы түсіп қалады. Тору. Сол сияқты дулаттың қанатындағы сөздерге назар аударайықшы енді. Ұқсастық пен айырмашылықты табайық. Жылы, жылу. Бекі, беку. Жоры, жору. Өзің түсіндіріп, дәлелдеп көр. Жылы деген сөзде дыбысы бар. Дыбысын аяқталып тұр. Оған дыбысын қосқанда түсіп қалады. Ары қарай өзің дәлелдеп көр. Жануар деген сөзге назар аударайықшы, балалар, кәне қарайықшы. Жануар дегенде естіледі, бірақ жазылмайды. Ұқсату дегенде де біз жаңа қарадық, иә? Ұқсату деп естіледі, бірақ жазылмайды. Ұқсату. 27-ші жаттығуға назар аударайық. Сандуғаш анасымен дүкенге келді. Сатушы алуан түрлі көйлектерді көрсетті. Сандуғаш қандай көйлекті таңдады? Ол үшін біз бұл жерге керекті сөзді қою үшін астындағы сөз жұмбақты шешейік. Қоян деген кезде соңғы екі әріпті алып тастаймыз. Қандай буын қалады? Қо. Бес деген сандағы алдыңғы екі әріпті алып тастаймыз. Қандай сөз қалады? Етік деген сөздегі соңғы екі әріпті алып тастаймыз. Жеті деген сөздегі алдыңғы бірінші әріпті және соңғы екі әріпті алып тастаймыз. Содан кейін к әрпін жалғаймыз. Қандай сөз шықты? Қос етек. Қос етек деген сөз шықты. Ендеше сандуғаш қандай көйлекті таңдапты? Қос етек көйлекті таңдапты. Қос етек көйлек деген қандай көйлек, балалар? Дұрыс айтасыздар, біздің қазақтың ұлттық көйлегі екен. Ендеше балалар, 28-ші жаттығуда көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып оқы. Бәріміз бірге оқып көрейікші. Астында керекті сөздер тұр. Биші болам. Аппақ, қос етегі, үкілері деген сөздің қайсысы келіп тұр бірінші сөйлемге? Аппақ көйлек киемін. Суретте қараңыздар, қос етекті қыз баланың суреті биші болам дейді. Аппақ көйлек киемін. Қос етекті бүрмелі, кестелеген жиегін кең даланың гүлдері. Жарасады бөркіме, үкілері үлпілдеп, ел қарайды көркіме, неткен әсем шіркін деп. Балалар, бұл өлең кім жайында? Қос етекті қыз жайында. Міне балалар, жаңағы қос етекті көйлек дегеніміз қазақтың ұлттық көйлегі екен. Жарайсыздар балалар. Сонымен мына өлеңді әдемілеп дәптерге жазып алуыңа болады. Олай болса, бүгінгі сабағымызда біздер не үйрендік? Әрпінің жазылуын үйрендік. Сөздің соңында дыбыстарына аяқталған сөздерге дыбысы қосылса, дыбыстары түсіп қалатынын білдік. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.